Баршаға сәлем. Қараша айы бітейін деп жатыр, яғни желтоқсан келе жатыр. Желтоқсанда бәріміз жаңа жылды күтеміз, жаңа жылға дайындаламыз, құпия Санта ойнаймыз деген сияқты. Және де жаңа жылдың тағы бір атрибуттарының бірі «Үйде жалғыз» деген фильм, әрине. Және де сол «Үйде жалғыз» фильмінің басты жұлдызы Маколей Калкиннің өмірін жақында зерттеп көрдім де өте көп қызық таптым. Сол туралы айтып кетейін бүгін. Бастайық. Маколей Калкин 1980 жылы Нью-Йорк қаласында туылады. Оның әкесі Кристофер жастайынан актер болуды армандаған, және де бір театрда жұмыс істеп көрген, бір статисттің рөлін алған кезінде үлкен бір актер боламын деген үлкен арманы болған. Бұл өте маңызды ақпарат бүгінге. Және сол актерлық арманын орындайын деп бір кезде сол театрда бір рөл алады. Ол көзі соқыр адамның рөлін ойнайды, және сол соқырдың кейпіне кіру үшін көзін жұмып алып ойнайды да бір кезде сахнадан құлап кетеді. Ол психикалық жарақат алады, физикалық жарақат алады да сонымен оның актерлік мәнсабы тамамдалады. Айтпақшы, Кристофердің Бонни Беделия деген қарындасы бар. Ол Бродвейде жұлдыз атанып кеткен, бірнеше приз алған деген сияқты. Және де «Қатқан жаңғақ» деген фильмді көретін болса, «Шағылмас жаңғақ» дейме, «Крепкий орешек». Сонда Брюс Уиллистің кейіпкері Джон Маклейннің әйелін ойнайтын әйел сол Бонни Беделия, яғни Маколей Калкиннің тәтесі дейміз ба. Және соның жетістіктері Кристоферді одан бетер қызықтырған көрінеді актерлікке. Және де Кристофер 70-ші жылдардың соңында өкіртіп балаларды туа бастайды. Солардың бірі актер болып кетіп, бізді сол кедейліктен алып шығады деген. Ол кезде олар өте жаман өмір сүреді. Күннен күнге кедейленіп келе жатқан отбасыда 7 бала, соның ең үлкені Шейн. Сол Шейнді жұлдыз қыламын дейді, әкесі көптеген кастингтерге апарып жүреді, актерлік шеберлікке алып барады. Және де Киран мен Маколей деген інілері соның қасында қосалқы құрам болып тұрады. Содан бері олар әкесінің махаббатын көрмеген балалар, әкесі оларға кәдімгі бір актив ретінде қарағанда. Маколей 4 жасында алғаш рет театрда рөл ойнайды, көптеген адамдар байқайды. Және де 5 жасында 85 жылы тұңғыш рет кинода ойнайды. Ол түнгі 12-де деген фильмде бір эпизодқа түседі. Оны титрден таба алмайсыздар, өйткені титрда оның аты жазылмаған. Және де келесі 5 жылда Маколей бірнеше рөл ойнайды, бірақ бағы 1989 жылы жанады. Бірақ оның алдында ол 4-ші шілде күні туылған деген Оливер Стоунның фильміне түседі. Ол 4-ші шілде күні туылған деген фильмнен кейін Стивен Болдуин, Том Круз деген адамдар жұлдыз болып кетті. Аттары шыққан фильм ғой, және Маколей Калкиннің да аты сонда шығу мүмкін еді, бірақ оны режиссер монтажда алып тастады. Бірақ сол 89 жылы жасөспірімдер фильмдерінің мастері атанған Джон Хьюз туралы бағдарлама шығару керек ау деймін, өйткені ол оның жасөспірімдер фильмдеріне деген қосқан үлесі өте көп. Сол Көке Бак деген фильм түсіреді, және сонда Маколей басты рөлдердің бірін ойнайды. Сол фильмде бір сахна бар, мына сахна. Хьюз бала жалғыз қалып кетсе, не болады екен деген сұраққа ұрынады. Тағы біраз айдан соң Хьюз демалысқа бара жатқан кезде тізім жасайды. Нені ұмытпау керек екен деген бір демалысқа шығар алдында сол тізімге басқандай кілт, машинаның кілті деген сияқты заттардың қасына балалардың аттарын жазады әзіл ретінде. Және сол әзілі ана сұраққа алып келеді қайттан. Бала жалғыз үйде бір өзі қалып қойса не болады екен, бір баламды ұмытып кетсем екен деп сол екі сұрақ қосылады да содан керемет бәріміз білетін жоба пайда болады. Сөйтіп 1990 жылы «Үйде жалғыз» атты фильм Рождествода шығады, және де нағыз сенсацияға айналып кетеді. $500 миллиард ақша алып келеді. Ол кездегі ақша қазіргіден 2 есе қымбаттау дейміз ба, инфляцияны санамағанда. 1 миллиардтан астам ақша, қазіргі ақшамен санағанда $1 миллиард астам ақша алып келеді. Ол күтпеген бір жайт. 90 жылдары интернет жоқ, ондай
хайптың қысқа мерзімі жоқ, бір нәрсе шықты ма ол ұзаққа талқыланатын әңгіме болады. Сөйтіп Макалей Калкин ең танымал балаға айналып кетеді әлемдегі. Және де 90-шы жылдардың келбетіне айналып кеткен үш адамды ата десек, ол Майкл Джексон, Майкл Джордан және де Макалей Калкин. Сол үш адаммен 90-шы жылдар есте қалды жалпы. Содан әкесі өмір бойы жете алмаған арманын Макалей 10 жасында орындап тастайды. Ол әкесіне тағы бір соққы болып тиеді. Бірақ әкесі Макалейдің жаңа деңгейін түсінген кезде баласының ақша жасау машинасына айналдырады баласын. Кәдімгідей. Бишара Макалей сценарийларды оқымайды даже. Әкесі оқиды, ақшасын сұрайды, ақшасын алып алады, баланы әшейін түсірілім алаңына апарып тастайды. Бала ол үшін Макалейдің айтуы бойынша ол үшін әшейін бір ойын болды ол кезде. Маған сөз берді, сол сөзді айтам, не істе дейді, соны істеймін, үйге қайтамыз дейді. Макалейдің өзін жұлдыз екенін сезбесін деп әкесі мысалы қатал қарайды да оған, оны үйде мысалы диванға жатқыза салады, андай залдағы. Мысалы кімнің бастық екенін көрсеткісі келеді да сонымен. Макалей өзін жұлдыз санап кетіп, өзі бастық болып кетпесін деп. Баласының жағдайы Кристофер Калкинді қызықтырмайды. Оның көздеген ақша және сол үйде жалғыздан кейін Лезде менің қызым деген фильм шығады. Ол үшін 1 миллион сұрайды әкесі. Сосын үйде жалғыздың екінші бөлімі шыққан кезде, сиквелі шыққан кезде оған 3,5 миллион сұрайды. Және екі фильмде прокатта үйде жалғыздың деңгейіне жете алмайды. Менің қызым прокаттан құлайды, ал үйде жалғыздың екінші бөлімі жақсы ақша жинаса, 400 миллиондай бір нәрсе жинады. Ондай қатты шу болған жоқ бірінші бөлімге қарағанда. 1993 жылы Кристофер ұлына жаңа амплуа табамын дейді. Мынандай комедиялардан бас тартайық, жаңа бір нәрсе табу керек дейді. Мейірімді ұл деген триллерге түсіреді баласын. Онда Калкиннің қасында Элайджа Вуд бар, кішкентай. Былайша айтқанда қызық кино. Біз мысалы кішкентай кезімізде Кевин МакАлистер сондай қатал бола ала ма дегеннен таңғалып шығар, қызығып қарайтынбыз ол фильмді. Бірақ ол прокаттан құлап кетіпті, оны кеше білдім буквально. Прокаттан сүрініп, Макалейге аса қосымша танымалдылық әкелген жоқ, бірақ әкесіне күшті ақша алып келді. 1994 жылы Макалеймен 4 фильм шығады, бірден 4 фильм. Ақшаға тоймаған әкесі рөлдерді ала берді. ақш жұрты Макалейден шаршай бастады. Ойлаңызшы, 4 жылда 11 фильм шығады Макалей Калкинмен. Оның түрі адамды шаршады. Рамазан Амантай қазір 2 фильмнің бірінде түсіп жатыр ғой, сондай сияқты. Сөйтіп Макалейден олар шаршап қалады тез. Ал студиялар, Голливудтың студиялары Макалейдің әкесінен шаршай бастады да, біртіндеп Калкиндер отбасын черный списокқа тыға бастады. Студияларға жоламасын деген адамдардың тізіміне қосты Кристофер Калкинді. Сол жылы Макалейдің ата-анасы ажырасады, 94 жылы. Және де ажырасу процесінде ең басты сұрақ Макалейді кім қол астына алады деген сұрақ болды. Шешесі де, әкесі де сол ақшаға таласа бастады. Және де Макалей, 14 жасар Макалей соны түсінген кезде бір юристерді тауып, ата-анасын сол ақшадан алыстатты. Сөйтіп әкесімен ұрысты да, содан бері әкесімен әлі де араласпайды. Сөйтіп Макалей 8 жылға мәнсабын тоқтатып қояды. Пәленбай ақшасы бар, 14 жасар бала білгенін істейді. Просто вот сол 8 жылда. Және сол кездері Макалейдің жан досы жоғарыда айтылып кеткен Майкл Джексон болады. Ол да былай қарап тұрсаң, олардың екеуінің тағдырлары ұқсас. Өйткені Майкл Джексонда кішкентайынан әкесінің арманын орындауға тырысқан бала. Және Джексон 5 деген топтағы ең жас мүше, оның әкесі олар нотаға түспей қалса, нотаны ала алмай қалса, таяқпен ұрады екен оларды. Сөйтіп сондай қатал әкесінің ақша табам деген ойына тәуелді болған бала ғой Майкл Джексон. Сөйтіп Макалей екеуі қатты достасып кетеді. Ақырында Макалей Майкл Джексонның балаларының кіндік әкесі атанады. Кейін Майкл Джексонге қарсы сот болды ғой, балаларға тиісті деген. Сол кезде Макалей, мен ол үйде болғам, маған Майкл ешқашан тиіспеген деп Майкл Джексонды жақтаған адамдардың ішінде болды. Бірақ Макалейдің өзінің өміріне қайтып келсек,
98 жылы 17 жасар Калкин мектептегі актерлік мектепке барып жүргендегі бір құрбысы болған, класстасы, соған үйленеді. 2 жылдан кейін ажырасып кетеді. 2002 жылы ресми түрде ажырасады екеуі. Документтер шығады, ажырасқан деген сол жылы ол Мила Кунис деген ол кезде жұрт біле бермейтін актрисамен жүре бастайды. Және де 2003 жылы сол Мила Куниспен жүре бастағаннан енді свиданияға апарады, ақша керек қой деген сияқты 2003 жылы киноға оралмақшы болады, біраз театрларда жұмыс істеп көреді, форма жинайды өзіне. 2003 жылы Клуб маниясы деген фильмге түседі де, онда кішкентайынан түсіп келе жатқан, бірақ есейгенде кішкене мәнсабын құртып алған тағы бір баламен танысады, оның аты Сет Грин. Екеуі достасып кетеді. Кейінгі 7 жылда Калкин 8 жобаға қатысады, бірақ олардың Википедияда парақшалары жоқ көбісінің. Оны ешкім көрмейді да, және есейген Калкин ешкімге қызық емес, өйткені кішкентай кезіндегі бір сүйкімділігін жоғалтып алған бала. Сөйтіп сол 8 жобаның ішінде бөліп айтылатын бір жоба бар, ол таңғы асқа жынысты қатынас деген комедия. Оны атаған себебім ішінде Макалей Калкиннен басқа Абылайханды, көшпенділерде Абылайханды ойнаған Куно Беккер түседі, басқа атайтын еш нәрсе жоқ. 2007 жылы Макалей Калкин не істерін білмей жүрген кезде оған бір ұсыныс түседі, бір сериал бар, физиктер туралы, соған түсесің бе деген кезде ол бүйтіп сценарийін оқыды да, мен болған түспеймін, бұл маған қызық емес, мыналарың кірмейді деді да, үлкен жарылыс теориясы деген мықты сериалдан бас тартады. Негізі комплект сол кезде Макалей келісімін бергенде кішкене мәнсабы тезірек түзелетін еді ау деген ой барды. Бірақ онысы болмай қалды. Есесіне 2008 жылы Дакота деген әпкесі қайтыс болады, машина қағып кетеді оны. 2009 жылы досы Майкл Джексон қайтыс болады, ол үлкен бір соққы болды Макалейге. 2011 жылы Мила Кунис кетіп қалады одан, депрессиясына шыдамай. Және де 2012 жылы ол Калкин өз-өзіне қол жұмсағысы келеді, бірақ онысы жүзеге аспай қалады. Сондай көптеген соққылардан кейін, қанша 32 жасында ма, 32 жасында дүниеден озбақшы болады Макалей Калкин, бірақ жолы болмай қалады онда да. Келесі 5 жылда Макалей түрлі шоуларға қатысады, Инстаграм, Твиттерлерін күшті жүргізеді. Мысалы, өздеріңізді қария сезгіңіз келсе, мен бүгін 40-қа толып жатырмын деген бір әзілдері болады. Өзіне бір музыкалық топ құрады. Ол топты бірінші турға шыққан кезде, бірінші концертінде жұрт ысқырып, пиво лақтырып оларға сондай бір жаман қарсы алады оларды. Оны түкте шықпайды ол топтан. Сол бір болмайтын ешкім көрмеген жобаларға қатысады. Әйтеуір бір мансабын құтқарып қалудың амалы ғой. Сөйтіп 2017 жылы әлгі Сет Грин, 2003 жылы танысқан досы, режиссерлік дебют жасамақшы болады да, Макалей Калкинді өзінің киносына шақырады. Ол фильмнен түк шықпайды, оның атында атаудың қажеті жоқ шығар. Таиландтағы демалыс деген фильм, бірақ оның тарихи маңыздылығы бар да. Ол фильмде Макалей Бренда Сонг деген актрисамен танысады да, екеуі жүре бастайды. Сөйтіп содан бері Макалей есірткіні қояды, сол қызбен жүре бастаған кезде оны кейінгі суреттерінен байқауға болады. 2000 жылдардағы суреттерін қарасаң, өте тырық, қандай бір шалғы ұқсайтын, бір өлейін деп жатқан адам. Қазіргі суреттерін қарасаң, толық жүзі жарқын бала. 2018 жылы Макалей Google'дың рекламасына, жарнамасына түседі. Сол жарнамада үйде жалғыздағы кейпін қайта сомдайды. Өте бір ностальгиялық реклама негізі, былай қарасаң. Оған қоса стримингтер өсіп келе жатты ғой, 18 жылдың как раз. 18 жылы стримингтер пайда бола бастады. Және де солардың арқасында түрлі сериалдарға түсті. Олардың бірі Американың ужастар, қорқыныш тарихы деген сериал ма? Американская история ужасов. Сонда түседі бір эпизодында, және сол сериал фанаттары Макалейді қатты мақтайды негізі. Соңғы 2 жылда Бренда екі ұл туады. Оның үлкенін әпкесінің құрметіне Дакота деп қояды. Бәрі дұрысталып келе жатқан сияқты. 43 жасында мәнсапты қолға алатын әлі уақыты бар. Сол 30 жылдай бойы айтпақшы, ол әкесімен араласпайды, және де немерелері, сол ұлдары туылған кезде оны атасына көрсеткенде жоқ. Өйткені сол 94 жылы ұрысқаннан әлі араласпайды әкесімен. Әйелі де араласпайды, інілері де араласпайды. Әкесі басқа бір штатқа кетіп, сонда өмір сүріп жатыр. 44 жылғы өте кәрі кісі, былайша айтқанда 80-ге келіп қалды. Жалпы ондай бала кезінде
жұлдыз атанып кейін жаман заттарға салынып 30-ға жетер жетпестен қайтыс болып немесе ішіп кетіп жатқан актерлер өте көп. Байқасаңыздар, жұлдызды отбасыдан шыққан адамдар 20-дан аса ғана мансабын бастайды. Өйткені кішкентай кезінде жұлдыз болып кетіп, сосын есейіп кетіп, жұртқа ұнамай қалып, мансабын құртып алудан қорқады да. Сонысы дұрыс ау деймін. Меніңше сол Маколей Калкиннің өмір жолы ол үлкен бір тәжірибе басқалар үшін. Және де сол Маколей Калкинге үлкен өнерлік табыс тілегім келеді. Өйткені бәріміздің кішкентай кезімізден сүйіп көретін актеріміз ғой. Биыл да оны мысалы көптеген адам көреді деген ойдамын. Өйткені үйде жалғызсыз жаңа жылды елестету мүмкін емес мен үшін. Сіз қалай ойлайсыз? Комментарий жаза кетіңіздер. Біз сонымен біттік. Келесі көріскенше.